Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз осындай лагманның тестасын жасайтын боламыз. Бұл лагман 100% шығатын рецепттердің бірі. Бірінші осылай үлкен табаққа ұнымызды алып, оны осылай кішкене шұңқырлап аламыз да, осы жеріне бір жұмыртқамызды бірінші жалып аламыз. Одан кейін біздің жылы суымызға осылай 2 қасық тұз салып, үлкен қасықпен саласыздар. Содан кейін осылай бәрін құйсаңыздар да болады, және де бөліп құйып араластырсаңыздар да болады. Мен бәрін құйдым, және де осылай бәрін араластырып, ұнға бәрін осылай әдемілеп бұлай жинап аламыз. Бәрін басып, бүкіл жағын бірдей қыламыз. Одан кейін біз бұның бетін жауып 1 сағатқа қоя тұрамыз. Одан кейін осылай көп бөліктерге бөліп аламыз. Себебі бізге осылай бәрін жасап болғаннан кейін бәрін созып әдемі формамен қоямыз. Сосын ыдысымызға май жағып, бәрін жағып, жан-жағына одан кейін қамырларымыздың бәрін бірге қатарлап қоямыз. Асты жабысып қалмау үшін, үстіне бір-біріне жабысып қалмау үшін қазір май жағып жатырмыз. Бәрін үстіне жақсылап тұрып жағамыз да 1-2 сағатқа қойып, осылай қамырымызды жақсылап тұрып созып аламыз, кішкене жіңішкелеу қылып. Одан кейін бәрін созып алғаннан кейін біз видеодағыдай орап қоямыз кішкене. Одан кейін қамыр созуды талап етпейді, яғни басуды талап етпейді. Жай ғана қолмен кішкене ғана созып, жайлап осылай қоя бастаймыз. Бұл рецепттің шығатынына менің күмәнім жоқ, себебі мен өте көп рет өзім жасап көрдім. Өте дәмді, ерекше шығады. Үйдегі жақындарыңызды осымен қуансаңыздар болады. Өте керемет рецепт. Бәрін пісіріп алғаннан кейін осылай бізде өте керемет дәмді, осындай жұмсақ, ерекше теста шығады. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды және де колокольчикті басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!